Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырыбымыз жартылай фабрикаттардың ыдыстары мен қаптамалары. Ыдыстар мен қаптамалардың маңызы. Оған ең бірінші сапаны сақтау. Яғни жартылай фабрикаттар ұзақ уақыт сақталады. Бірақ оларға дұрыс қаптама қолданбаса, олар өзінің дәмі мен құрылымын жоғалтуы мүмкін. Қаптама өнімнің сақталуына және ұзақ мерзімді сапасының сақталуына ықпал етеді. Екінші, құрғақтықтың алдын алу. Ыдыстар мен қаптамалар ылғалдың енуін болдырмау керек. Ылғалдың әсерінен өнімдердің текстурасы өзгеріп, олардың сақтау мерзімі қысқаруы мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін дұрыс материалдар мен тығыз қаптамалар пайдалану маңызды. Үшінші, тұтынушылардың тартымдылығы. Қаптаманың сыртқы дизайны өнімнің тұтынушыларға әсер етуіне үлкен әсер етеді. Тартымды, ақпараттық және эстетикалық жағымды қаптамалар тұтынушылардың назарын аударады. Бұл өнімді нарықта табысты етуге мүмкіндік береді. Ыдыс түрлері. Жартылай фабрикаттарды қаптау үшін қолданылатын ыдыс түрлері әртүрлі сипаттамалар мен артықшылықтарға ие. Олар өнімнің сақталуын қамтамасыз етеді және тұтынушылар үшін қолайлы болуын ескереді. Ең біріншісі пластикалық ыдыстар. Пластикалық ыдыстар арзан, жеңіл және қолдануға ыңғайлы болып табылады. Олар өнімдерді тасымалдау және сақтау үшін өте қолайлы, әрі шығындарды азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар пластик көптеген өнімдер үшін тиімді қаптама болып табылады, бірақ оны қайта өңдеуді ескеру маңызды. Екінші, алюминий фольгасы. Алюминий фольгасы ылғал мен ауадан жақсы қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл материал көбінесе тағамдарды ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылады. Алюминий өнімдерді сыртқы ортаның әсерінен қорғап, олардың жаңа күйін ұзақ сақтай алады. Үшінші, картон қораптар. Картон қораптары көлемі үлкен, жартылай фабрикаттар үшін қолайлы. Олар қоршаған ортаға зиян келтірмей қолдануға ыңғайлы және жеткілікті көлемді өнімдерді сақтау үшін тиімді болып табылады. Картонның жеңілдігі және де оның беріктігі оны көптеген өнімдер үшін тартымды шешім етеді. Қаптама материалдары. Қаптама материалдары өнімнің сақтау қасиеттерін жақсартуға және оның тұтынушыларға тиімді ұсынылуына маңызды әсер етеді. Әр материалдың өз ерекшеліктері мен артықшылықтары бар. Біріншісі, полиэтилен. Полиэтилен жұқа, икемді және арзан материал болып табылады. Әдетте жеңіл және жеңіл икемделетін, бірақ ұзақ уақыт сақтауды қажет етпейтін өнімдер үшін пайдаланылады. Бұл материал тағам өнімдері мен басқа да ұсақ жартылай фабрикаттарды қаптауға жарамды. Екіншісі, полипропилен. Бұл берік, ылғалға төзімді және қайта өңделетін материал. Полипропилен қаптамалары тағамдар мен басқа да тауарлар үшін өте қолайлы. Өйткені олар ұзақ уақыт сақталады, ыстыққа төзімді және ылғалдан қорғайды. Қайта өңделу экологиялық тұрғыдан тиімді болып табылады. Үшінші, алюминий. Алюминий ол ылғал мен ауадан қорғауға арналған, қайта өңделетін материал. Алюминий қаптамалар көбінесе тағамдар мен сусындар үшін қолданылады. Себебі олар ұзақ уақыт бойы өнімнің жаңа күйін сақтауға көмектеседі. Бұл материалдардың тағы бір артықшылығы олардың экологиялық таза болуымен қатар қайта өңделуі. Төртінші, картон. Картон қайта өңделетін табиғи материал. Картон қаптамалар негізінен жеңіл және үлкен көлемдегі өнімдер үшін жарамды. Ол жарнама үшін тиімді, себебі бетіне логотиптер, ақпарат және суреттерді басып шығаруға оңай мүмкіндік береді. Дизайн және ақпарат. Қаптама дизайны мен ақпараттары тұтынушыларға өнім туралы маңызды мәліметтерді дұрыс және тиімді түрде жеткізу үшін маңызды рөл атқарады. Біріншісі, көрнекті дизайн. Тұтынушылардың назарын аударатын тартымды дизайн өнімнің сатылымын арттырады. Көрнекі және эстетикалық жағымды қаптама тұтынушының қызығушылығын тудырып, оларды өнім сатып алуға ынталандырады. Дизайнда қолданылатын түстер, шрифттер, суреттер мен логотиптер тұтынушыға әсер етіп, өнімнің ерекшеліктерін айқындайды. Екінші, ақпараттық жазулар. Қаптамада өнімнің құрамын, дайындау тәсілі, сақтау шарттарын және де басқа да маңызды ақпаратты көрсету қажет. Бұл ақпарат тұтынушыларға өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі туралы толық мәлімет береді. Тұтынушының өнім туралы барлық қажетті ақпаратты жеңіл оқып, түсіну үшін жазулар нақты әрі түсінікті болуы қажет. Үшіншісі, сақтау мерзімі. Сақтау мерзімі өнімнің сапасын сақтап қалуға және оның тұтынушыларға қауіпсіз ұсынылуына байланысты өте маңызды болып табылады. Қаптама үстінде сақтау мерзімін анық көрсету тұтынушылардың өнімнің жарамдылық мерзімін бақылауына мүмкіндік береді. Бұл ақпаратты нақты және көзге түсерлікте көрсету керек, өйткені сақтау мерзімінің өтуі өнімнің сапасына әсер етуі мүмкін. Тиімді ыдыстар мен қаптамалар. Тиімді ыдыстар мен қаптамалар қоршаған ортаға ықпалын азайтып, өнімнің қауіпсіздігі мен ұзақ мерзімін сақталуын қамтамасыз етеді.
Ең біріншісі қайта пайдалануға болатын ыдыстар. Бұл ыдыстарды бірнеше рет пайдалану мүмкіндігі экологиялық тұрғыдан тиімді. Олар қаптама көлемін азайтып, пластик қалдықтарды төмендетуге көмектеседі. Қайта пайдаланатын ыдыстар тұтынушыларға ыңғайлы әрі ұзақ уақытқа қызмет етеді. Осылайша қайта өңдеу қажеттілігі азаяды. Екінші, қайта өңделетін материалдар. Қайта өңделетін материалдарды қолдану қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Мұндай материалдар экологиялық тұрғыдан тиімді, өйткені оларды қайта өңдеп жаңа өнімдер жасауға болады. Бұл тәсіл табиғи ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды азайтуға ықпал етеді, сондай-ақ экологиялық жүктемені азайтады. Үшінші, минималды қаптама. Қаптама материалының мөлшерін азайту табиғатқа деген ықпалды төмендетуге көмектеседі. Тиімді әрі аз мөлшерде қолданылатын қаптама өнімнің қорғаныш қасиеттерін сақтай отырып, қажетті функционалдықты қамтамасыз етеді. Бұл әдіс қаптама материалдарды үнемдеуге мүмкіндік береді, сондай-ақ логистика мен тасымалдау шығындарын да азайтады. Тұрақты даму. Жартылай фабрикаттардың ыдыстар мен қаптамалардың тұрақты дамуға ықпалы өте маңызды. Себебі олар қоршаған ортаға әсер етеді және өндіріске байланысты ресурстарды үнемдеу қажеттілігі туындайды. Ең бірінші, қоршаған ортаны қорғау. Қайта өңделетін материалдарды пайдалану қоршаған ортаға теріс әсерді азайтады. Бұл тәсіл табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен қалдықтарды азайтуға мүмкіндік береді. Пластик немесе басқа да зиянды материалдарды алмастыру арқылы экологиялық тазалықты сақтау маңызды. Қаптама материалдарының қайта өңделуі өнімдердің өмір сүру циклін оңтайландырады. Екіншісі, энергияны үнемдеу. Өндіріс процесінде энергия тұтынуды азайту энергия шығындарын қысқартады және өндірістің экологиялық ізін азайтады. Энергия тиімді технологияларды қолдану, жаңартылған энергия көздеріне көшу сияқты әдістер тиімді болып табылады. Энергия үнемдейтін өндіріс процесі мен тиімді машиналарды пайдалану қаптама өндірісін экологиялық таза етеді. Үшінші, тұтынушылардың ақпараттандырылуы. Ыдыстар мен қаптамалардың тұрақты дамуға қосқан үлесі туралы ақпараттарды тұтынушыларға жеткізу өте маңызды. Бұл қаптаманың экологиялық артықшылықтары мен қайта өңдеу мүмкіндіктері туралы түсінік береді. Қаптама үстінде тұрақты даму туралы белгілеулер немесе мәліметтер мен тұтынушылардың дұрыс таңдау жасауына ықпал етеді, сондай-ақ экологиялық сана-сезімді қалыптастырады. Трендтер. Қазіргі таңда қаптама саласындағы соңғы трендтер экологиялық тұрғыдан жауапты және тұтынушылардың қажеттіліктерін ескере отырып дамып келеді. Осы трендтердің негізгі сипаттамалары: ең бірінші, биологиялық ыдыстар. Табиғи материалдардан жасалған ыдыстар бұл экологиялық таза және қайта өңделетін өнімдер болып табылады. Олар пластикті алмастыруға арналған, өйткені олар табиғи түрде ыдырайды және қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Биологиялық ыдыстар жасау үшін әдетте крахмал және де өсімдік негізіндегі материалдар пайдаланылады. Бұл олардың экологиялық тазалығы мен тиімділігін арттырады. Екінші, ақылды белгілер. Ақылды белгілер өнім туралы қосымша ақпаратты қамтитын технологияларды білдіреді. Мысалы, QR-кодтар. Осы QR-кодты пайдалану арқылы тұтынушылар өнімнің толық сипаттамасын, сақтау жағдайларын, өндіруші туралы мәліметтер және де тіпті тағамның шыққан күнін де біле алады. Бұл белгілер тұтынушыларға қажетті ақпаратты оңай және жылдам алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ оларды өнімнің экологиялық қасиеттері туралы хабардар етуге септігін тигізеді. Үшінші, жекеленген қаптама. Тұтынушының қалауы бойынша қаптама жасау. Бұл индивидуализация деп аталады, себебі бұл қаптамалар тұтынушының ерекше сұраныстарын ескере отырып дайындалады. Мысалы, арнайы дизайн немесе көлем, материал бойынша. Жекеленген қаптама тұтынушыға өніммен байланысатын жақсартады және оларды өз қалауы бойынша жеке тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, жартылай фабрикаттардың ыдыстары мен қаптамалардың негізгі аспекттері: ең бірінші, сапаны сақтау. Қаптаманың басты міндеті өнімнің сапасын ұзақ уақыт бойы сақтау. Жоғары сапалы материалдар мен тиімді технологиялар өнімнің дәмін, құрылымын және жалпы қасиеттерін қорғауға мүмкіндік береді. Екінші, құрғақтықтан қорғау. Ыдыстар мен қаптамалар өнімді ылғалдан және сыртқы ортаның теріс әсерінен қорғау қажет. Бұл өнімнің сақтау мерзімін ұзарту үшін өте маңызды болып табылады. Үшінші, тартымдылық. Қаптама дизайны тұтынушылардың назарын тартуға ықпал етеді. Тартымды, ақпараттық және әдемі қаптама өнімнің нарықтағы табысына әсер етеді. Төртінші, тиімділік. Қаптаманың тиімділігі өндіріс шығындарын азайтып, өнімнің қорғаныш қасиеттерін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл қоршаған ортаға әсерді азайтып, ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Бесінші, тұрақтылық. Экологиялық тұрғыдан тұрақты қаптамалар қоршаған ортаға зиян келтірмей, қайта өңделуге мүмкіндік береді.